Сәлем достар, ежелгі Қазақстан тарихынан тағы да суретті тестіні талдайтын боламыз. Мен бұдан бұрын сіздерге 2 видео түсіріп 40 сұрақты талдаған болатымын. Осы видеода тағы 20 сұрақ талдайтын боламыз. Сіздер менің каналыма жазылып, тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Сондай-ақ тіркелмегендер болса, тіркелулеріңізді сұраймын. Қабырғалары терең көмілген, көлемі 40-60 шаршы метр болатын мезолиттік баспана табылған өзен аңғары. Мезолит дәуірінде ежелгі адамдар оңтүстіктен солтүстікке көшті. Әсіресе Ертіс, Есіл, Тобыл, Торғай, Орал өзендерінің аңғарына келіп қоныстана бастады. Көлемі 40-60 шаршы метр болатын мезолиттік баспана бұл Есіл өзенінің аңғарынан табылды. Орта тас ғасырындағы балалар тобынан ересектер тобына өту ғұрпы. Мезолит дәуірінде қауым, қариялар, ересектер балалар тобына бөлінді. Балаларды ересектер тобына өткізу үшін оларды әртүрлі әдет-ғұрыптарға баулады, еңбекке баулады, кәсіп үйретті. Сондықтан да балалардың ересектер тобына өту ғұрпы бағыштау деп аталынды. Егіншіліктің пайда болу мерзімі. Мезолит дәуірі біздің заманымыздан бұрынғы 12-10 және 5000 жылдықтардың аралығын қамтиды. Егіншілік осы мезолит дәуірінде пайда болды. Яғни бұдан 10 000 жыл бұрын терімшіліктің нәтижесінде егіншілік пайда болды. Алғашқы қауымдық егіншілікке алып келген жағдай. Терімшілікпен айналысып жүрген адамдар жұмсақ топыраққа дәндердің түсіп, келесі жылы оның өсетінін, өнетінін көре білген. Сөйтіп олар жұмсақ топыраққа дән қалдықтарын егетін болды. Сөйтіп мезолит дәуірінде алғашқы егіншілік пайда болды. Яғни егіншілікке алып келген жағдай бұл терімшіліктің дамуы. Алғашқы егіншілердің егін оратын қарапайым құрал атауы. Жалпы мезолит дәуірінде де тас өңдеу жетілдіріле берді. Олар егіншіліктің дамуына байланысты тас орақты ойлап тапты және оны ағаш саптарға бекітті. Жауабы тас орақ. Ежелгі егіншілердің жер жырту құралы. Егіншіліктің пайда болуына байланысты енді адамдар егін егуге қажетті құралдарды ойлап тапты. Мысалы, тас орақты олар егінді ору үшін пайдаланса, жер жырту үшін, жерді қопсыту үшін енді тесені ойлап тапты. Тесені де ағашқа бекітіп, оларды егін жерді жыртуға пайдаланды. Малды қолға үйрете бастау қалыптасқан кезең. Ежелгі аңшылар кей кездерде аң аулап жүрген уақытта төлдерді өлтірмей, оларды бағып қаққан. Сөйтіп оларды қолға үйрете бастады. Ең алғашқы жалпы қолға үйретілген жануар бұл ит. Ежелгі мезолит кезінде ешкі, сиыр, қойларды қолға үйретті. Алғашқы егіншілік қалыптаса бастаған дәуір. Палеолит кезіндегі ежелгі адамдардың негізгі кәсібі аңшылық және терімшілік болды. Терімшілер мезолит дәуірінде жұмсақ топыраққа дәннің түсіп қалып, оның келесі жылы өсіп өнетінін білді. Сөйтіп егіншілік мезолит дәуірінде қалыптаса бастады. Жаңа тас ғасырының қамтитын кезеңі. Жалпы тас ғасырын өздеріңіз білесіздер, барлық еңбек құралдары, қару-жарақтардың барлығы тастан жасалынды. Сондықтан бұл заман тас дәуірі деп аталынды. Тас дәуірінің өзі палеолит ерте тас дәуірі, мезолит орта тас дәуірі және неолит жаңа тас дәуірі деп бөлінді. Жаңа тас дәуірі біздің заманымыздан бұрынғы 5-3 мыңжылдықтарды қамтиды. Неолит дәуірінің шығыс Қазақстан жеріндегі тұрағы. Жалпы палеолит дәуірінде Қазақстанның оңтүстігінде өмір сүрсе ежелгі адамдар, ал мезолит, неолит, энолит дәуірінде Қазақстанның барлық өңірінде өмір сүрді. Қазақстанның орталығында да солтүстігіне дейін тұрақтар табылды. Мысалы, шығыс Қазақстан жеріндегі тұрақ бұл Усты-Нарым тұрағы. Неолит дәуірінің солтүстік Қазақстан жеріндегі тұрағы. Жалпы Қазақстанның барлық өңірінен палеолиттің, мезолиттің, неолит дәуірлерінің тұрақтары табылды. Усты-Нарым деген неолит дәуірінің шығыс Қазақстаннан табылған тұрағы. Шабақты менен бөрі қазған бұл Жамбыл облысынан табылған ерте палеолитке жататын тұрақ. Ал неолит дәуірінің солтүстік Қазақстан жеріндегі тұрағы Пенкей деп аталынады. Қазақстан жерінде кездесетін неолит тұрақтарының ең көнесі.
Неолит кезеңі біздің заманымызға дейінгі 5000 жылдықтан 3000 жылдықтың аралығын қамтиды. Қазақстанда жерінде кездесетін неолит тұрақтарының ең көнесі біздің заманымызға дейінгі 5000 жылдыққа тән. Себебі археологиялық қазба жұмыстары кезінде ең көне 5000 жылдыққа тән көне заттар, тас құралдары, еңбек құралдары табылды. Неолит дәуірінің орталық Қазақстан жеріндегі тұрағы. Пенки бұл солтүстік Қазақстаннан табылған неолит дәуіріне жататын тұрақ. Шабақты деген Жамбыл облысынан табылған ерте палеолитке жататын тұрақ. Ал Усты Нарым деген бұл шығыс Қазақстанда табылған неолитке жататын тұрақ. Ал Зеленая Балка осы неолит дәуірінің орталық Қазақстан жеріндегі тұрағы. Неолиттік саздан жасалған қыш ыдыс атауы. Неолит заманында адамдар егін егуді білді, мал шаруашылығы қалыптаса бастады, кен өндіре білді, сондай-ақ тігін тіге білді және қыштан ыдыс жасай білді. Сондай ыдыстардың бірі көзе. Көзе деген бұл түбі кең, аузы тар, сұйық құятын ыдыс. Неолиттік 150-ге жуық тұрақ, көне кен шығару, жерлеу орындары табылған өңір. Жалпы неолит дәуірі экономикалық және қоғамдық өрлеу басталған дәуір деп аталынады. Бұл кезде кен өндірудің алғашқы белгілері пайда болды. Мыс өндіру, алтын, қорғасын өндіру шықты. Сондай-ақ неолиттің осы 150-ге жуық тұрағы, көне кен шығару, жерлеу орындары табылған өңір Жезқазған өңірі. Табиғи климаттық ортаның бүгінгі күнге ұқсас қалыптасқан кезеңі. Кейінгі палеолитте жер бетін мұз басты, мезолит кезеңінде мұз еріді, ал біздің заманымызға дейінгі 5-3 мың жылдықта неолит кезеңінде қазіргі табиғи орта қалыптасты. Неолиттік сексеуіл тұрағы орналасқан аймақ. Қазақстан территориясынан палеолиттік те, мезолиттік те, неолиттік те тұрақтар табылды. Соның ішінде біздің заманымыздан бұрынғы 5-3 мың жылдыққа жататын неолит тұрақтары өте көп табылды. Соның бірі Қызылорда облысынан табылған сексеуіл тұрағы. Неолит дәуірінің ең үлкен жаңалықтарының бірі. Неолит дәуірі кезінде адамдар қыш ыдыс, керамика жасауды білді. Әсіресе құмыраларды көптеп жасады. Неолит дәуірін кейбір кезде қыш құмыралар заманы деп те атайды. Қыш құмыралар заманы деп аталынатын дәуір. Біздің заманымыздан бұрынғы 5-3 мың жылдықта неолит кезеңінде адамдар қыш ыдыс, керамика жасауды білді. Әсіресе құмыралар менен көзелер, сұйық құятын ыдыстарды көптеп шығарды. Сондықтан қыш құмыралар заманы неолит заманы. Мыс тас ғасыры дәуірі шамамен біздің заманымыздан бұрынғы 3000-2800 жылдар бұрын адамзат мысты да игере бастады. Сондықтан бұл ғасыр мыс тас ғасыры деп аталынды. Достар, мен сіздерге видеомда тағы да 20 сұрақты талдап болдым. Сіздер менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жасап отырыңыздар. Сондай-ақ видеоның соңында шығып тұрған видеоларды да оқып көріңіздер. Сау болыңыздар.